Барлықтарыңа қайырлы күн балалар. Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 20-ші сабағын өтетін боламыз. Жылы жүрек тәтті тіл мәтіннің түрлері. 20-ші жаттығу мәтінді оқы, мәтінде не туралы айтылған. Қант пен тас. Кішкентай Болаттың қолындағы бір шақпақ қант байқаусызда жерге түсіп кетті де домалап барып сонадай жерде жатқан тасқа соғылды. Шекең ауырды ма, деді тас масаттанып. Өзің келіп соғылдың ғой. Ауырған жоқ, деді қант ақырын ғана. Мен байқаусызда саған соқтығып қалдым. Соғанда мақтанасың ба? Мақтанбағанда ше, бұдан былай байқап жүр, менің денем шойындай қатты екенін біліп қой. Оның несін айтасың, деді қант. Әркімде бір қасиет бар. Сен қатты болсаң, мен тәттімін. Ендеше білсең, айта қойшы, деді тас. Қатты жақсы ма, тәтті жақсы ма? Бұл екеуінің сөзін тыңдап тұрған Болаттың атасы күліп жіберді де, негізінен тәтті жақсы, бірақ реті келгенде қаттының да қажеті бар, деді. Ахмет Сарбөпин. Бұл мәтіннің қай түрі? Мәтін бөліктерін тап дейді. Сұрақтарды жалғастыр. Балалар, бұл бізде пайымдау мәтін екен, сұрақтарды ары қарай жалғастырайық. Енді келесі, неге тәтті жақсы? Себебі тәтті деген жақсы өмірге қолданылатын сөз. Келесі, екінші, қаттының қандай жақсы жақтары бар? Қатты деген қаталдық деген мағынада айтылған. Кейде өмірде қаталдық та қажет болады. Үшінші, Болаттың атасының сөздерімен келсесің бе? Неліктен? Иә, келсемін, себебі қаттының да тәттінің де өмірде өз орындары бар. Төртінші, тәттінің мінезі қандай? Тәтті ақылды, қарапайым және жұмсақ мінезді көрсетіп тұр. Балалар, бұл жерде бізде мәтіннің бөліктері берілген. Бізде мәтіннің бөліктерін тап деген, кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды бөлім деп бөліп қойдық осылай. 24-ші жаттығу, суреттерге қара, оқиға неден басталды, оқиға қалай өрбіді, әрі қарай не болды, немен аяқталды. Бұл жерде балалар бізде екі баланы көріп тұрмыз, ойнап жүрген. Әңгімелеу мәтінін құрап жаз, ол үшін өңір беттегі әңгімелеу мәтінін құраудың нұсқаулығын басшылыққа ал дейді. Бірде Дархан мен Арнұр көбелек қуалап ойнап жүреді. Кенет аяқтарының астынан шиқылдаған дыбыс шығады. Сөйтсе балапан жатыр екен. Жоғарыда ұясы бар екен. Содан құлап кеткен болар деп Дархан мен Арнұр оны ұясына салып қойды. Балапанға қарап отырғанда балапанның енесі келді. Келесі 25-ші жаттығу, суретке қара, қай құс бейнеленген. Қарлығашты сипаттау үшін оның ерекше белгілерін анықта. Сипаттау дәл әрі анық болу үшін қандай сөздерді пайдаланатынды ойлан. Үшінші, оған өз көзқарасыңды білдіруді ұмытпа. Қайсысы шешімді табуға бағытталған сұрақ деп ойлайсың, ойыңды дәлелде. Қарлығаштың түсі қандай? Қарлығаш ұясын неге үйдің ішіне салады? Қарлығаш неге қыстап қалмайды? Балалар, осы сұрақтың барлығын бір мәтінмен жауап береді. Қарлығаш айыр құйрықты, қанаттары ұзын әрі үшкір келетін шағын денелі қарала құс. Қанаттары қара, ал кеудесі ақ түсті. Қарлығаш адамның досы, ол әрқашан ұясын адамға жақын жерге салады. Қарлығашты қазақтар киелі құс деп санағандықтан ешқашан тимеген. Келесі 26-ші жаттығу, мәтінді оқы, сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Боданбек, Шоғанбек үйелмелі-сүйелмелі, екеуі бірге туғанмен пішіндері де, мінездері де екі басқа. Боданбек ақ құба өңді, жұқалтаң, қағылез, ал Шоғанбек жалпақ беттеу, тотыққан қызыл қоңыр, жұп-жұмыр, төртбақтау. Боданбектен жасы үлкен болса да, бойы үшін елдей аласа, үш елдей аласа. Боданбек елгезек, жан-жануарға жаны ашығыш. Күшік көрсе де, мысық көрсе де тимейді, қыңсылатып ұрмайды, құйрығынан сүйреп бажылдатпайды. Жәнібек Карбозин. Екі баланы салыстыра сипаттауда қандай сөздер қолданылған, олардың пішіні мен мінезінде айырмашылық бар ма? Қарамен жазылған сөз сипаттауда қандай рөл атқарып тұр? Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып көр дейді. Балалар, бұл бізде сипаттау мәтіні. Жалпы екі баланы салыстыра сипаттауда сын есімдерді қолдандық, пішіні мен мінездері мүлде екі түрлі олардың. Және де қарамен жазылған ал сөзі бізде екі адамды салыстыру үшін қолданылып тұр екен. Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып көр дейді. Боданбек пен Шоғанбек бір-біріне ұқсайды ма? Боданбектің мінезі қандай? Шоғанбектің сырт келбеті қандай?
Келесі 27-ші жаттығу кестенің көмегімен сипаттау мәтіннің ерекшеліктері тақырыбында хабарлама жаса дейді. Мына жерде бізде кесте берілген, сол бойынша хабарлама жасайық. Сипаттау мәтінде зат не құбылыстың негізгі белгілерін көрсетеді. Сипаттау мәтіннің атқаратын қызметі затты немесе құбылысты әсерлетіп бейнелеу. Мысалы, сипаттау түрлерін пейзаж көрінісін, портретті, интерьерді, адам мінезін сипаттауды жатқызсақ болады. Сипаттаудың құрылымы затты, құбылысты әсерлетіп көрсету, негізгі белгілерін анықтау және қорытынды жасау жатады. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.